Сәлем достар, мен Гүлшар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен піскен свекла және руколамен салат жасайтын боламыз. Бізге піскен свекла керек, рукола, апельсин, грецкий орех, творожный сыр және кисло-сладкий соус қажет. Ал олай болса, свекламызды кубиктап турап аламыз. Енді апельсинімізді тураймыз. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Астына свекла саламыз. Апельсин, руколамыз саламыз. Кисло-сладкий соусымызды құямыз. Грецкий орех себеміз. Сіздер грецкий орехтің орнына басқа орехтің түрін алуларыңызға болады. Және творожный сыр. Міне біздің свекладан оңай және тез дайындалатын салатымыз дайын. Осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!